Менің Болатбек қызы Еркеназ 2005 жылдың 24 желтоқсанында Ақтөбе қаласында дүниеге келдім. 2012 жылы 7 жасымда алғаш рет мектеп табалдырығын аттап, білім жолындағы үлкен сапарымды бастадым. 9 сыныпты бітіргеннен кейін өз жүрек қалауыммен бастауыш сынып мұғалімі мамандығын таңдадым. Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжіне оқуға түсіп, 2021-2025 оқу жылдары аралығында түрлі тәлімгер ұстаздардан сапалы білім алып, тәжірибе жинадым. Сабақтарды бақылап, өзімде өткізіп, педагогикалық шеберліктің алғашқы қадамдарын жасадым. Колледжді аяқтағаннан кейін еңбек жолымды 82 жалпы білім беретін орта мектепте бастадым. Маған бірінші сыныптарды беру, бастауыш білімнің негізін қалау, балаларды жаңа ортаға бейімдеу, оқуға ынталандыру сияқты маңызды міндеттер жүктелді. Бүгінде жас маман ретінде әр сабақта оқушыға қолдау көрсетуді, олардың қызығушылығын оятуды, оқу әрекетін дұрыс ұйымдастыруды басты мақсатым деп білемін. Балалардың әр жетістігі менің қуанышым, әр жаңа қадамым алға ұмтылуға себеп. Педагогикалық ұстанымым. Әр бала бір әлем. Мұғалімнің міндеті сол әлемге жарық сыйлау, сенім беру, мүмкіндігін ашу. Мен үшін ең бастысы балаға қолдау көрсету, оның ынтасын ояту, білім алуға деген қызығушылығын арттыру. Әр оқушының қабілеті бар, мұғалім тек сол қабілетті дұрыс бағыттай білуі тиіс. Сабақтағы ерекшеліктерім. Ойын технологияларын жиі қолданамын. Топтық, жұптық жұмыстар арқылы оқушылардың қарым-қатынасын дамытамын. Тілдік дағдыларды тыңдалым, айтылым, оқылым, жазғым жүйелі түрде дамытамын. Сабақты қызықты ету үшін көрнекіліктер, интерактивті әдістер қолданамын. Әр баланың жеке жылдамдығын, темпераментін ескеремін. Кәсіби мақсаттарым. Сапалы білім бере алатын кәсіби, білікті мұғалім болу. Жаңартылған білім бағдарламасын терең меңгеру. Оқушының функционалдық сауаттылығын арттыру. Үздік педагогтерден үйреніп, тәжірибемді жетілдіру. Болашақта өз сыныбымнан білімді, тәрбиелі, жауапкершілігі жоғары оқушылар тәрбиелеу. Қорытындылай келе, бастауыш сынып мұғалімі ретінде менің басты мақсатым әр баланың жүрегіне жол тауып, олардың білімге деген қызығушылығын арттыру, өзіне деген сенімділігін қалыптастыру. Жас маман ретінде кәсіби өсуге, тәжірибе жинақтауға және білімімді жетілдіруге әрқашан дайынмын. Үздік жас маман байқауына қатысу мен үшін өзімді сынап көру, жаңа белестерге қадам басу және педагогикалық шеберлігімді шыңдауға мүмкіндік. Алдымдағы міндет сапалы білім беріп қана қоймай, тәрбиелі, жауапты, өз ойын еркін жеткізе алатын болашақ тұлғаларды тәрбиелеу.